Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің каналымдағы жаңадан шығып жатқан видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, және лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз Алдамшы арман әңгімесінің жалғасы, соңғы бөлімдері. Болар іс болды, жүрегі соқпай тұр. Енді амал жоқ. Тағы болар баламыз деп қанша айтса да еш түсінбеді. Өзінің ұрғаны білінбейді. Інжуді кінәлап тағы ұрып тастады. Артынан Інжудің әпкелеріне хабарласып, қыздарыңыз алып кетіңіздер, деп тұтқаны қоя салды. Алып ұшып әпкелері келді. Не боп қалды, не жағдай болып жатыр, дейді. Бірақ Бауыржан үнсіз, аузына құм құйылғандай. Бірақ Інжудің іші толып қалған. Осы уақытқа дейінгі өкпе назының барлығын айтты. Бауыржанның осы уақытқа дейін қол көтергенін, әлі де көтеретін, және бүгінгі жағдайдың бәрін жайып салды. Тура сол сәтте Інжу өзін жайсыз сезініп, астынан қан кетті. Барлығы қорқып, тезірек жедел жәрдем шақырады. Ауруханаға жеткен Інжуді дәрігер толық тексерістен өткізеді. Сәл кешіккенде өмір бойы сәби сүймей өтетін едің, жатырыңды қосып алып тастайтын едік. Өйткені жатырың іріңдеп кеткен, дейді. Алла сақтап, бәрі жақсы аяқталды. Іштегі баланы тазалатып, ауруханадан үйіне аман-есен оралды. Бастапқы 2-3 ай бәрі жақсы болды. Одан кейін баяғы жартас, сол жартас, Бауыржан өз әдетіне басты. Айтатын сылтауы да көп. Шаршадым деп жұмыстан да айырылды. Кредитке белшеден батты. Соңында мәшинені де сатып жіберді. Бірдеңенен басына қара бұлт үйірілгендей болды. Не ақша жоқ, не жұмыс жоқ, нағыз кедейгешіліктің дәмін татты. Үйде бір үзім нан болмай қалатындай жағдайға да жетті. Бұл да бір уақытша сынақ, мұны да бірге жеңеміз деп тағы да шыдап бақты. Бұл кезде Інжу оқуын аяқтап, диплом алған еді. Сәл шыдасақ аяққа тұрып кетеміз деген сенім болды. Барға қанағат болып жүргенде Інжу екінші сәбиін көтерді. Қарны ашып, қабырғасы жабысып қалатындай болды. Жерік асын жей алмай, қатты қиналды. Керемет асты аңсаудың өзі бір арман. Қарапайым көршінің қара нанын аңсап тұратын болды. Мұндай жоқшылықтың бәріне тек Інжуді кінәлаумен болды. Сенің кесіріңнен менің жолым болмай жүр дейтін. Ұруын да әлі тоқтатпай жүр. Інжу алғашқы сәбиінен айырылғанда кешірген еді. Мына екіншіге аяғы ауыр болса да ұруын қоймаған. Бауыржаннан бір жола кетемін деп шешті. Онда да бірінші жағдайдың қайталанғанын қаламады. Бауыржанның бір жола кетемін деп шешті. Барлық киімдерін жинап, бұл жолы әкесінің 3-ші қарындасының үйіне келді. Әпке жездесі жаны жайсаң кісілер еді. Ешқандай ауыр сөз айтпады. Сол үйде жүріп жұмысқа тұрды. Күнделікті жұмысқа барып келіп жүргенінде Бауыржан қайта алдынан шыға келді. Жалынып, жалбарынып, бәрі керемет болады. Енді қайталанбайды деп қайта-қайта келе берді. Жүрегінің түбінде әлгі дүние есігін ашпаған баласын ойлап, әкесіз өспесін, толыққанды отбасында өмір сүрсін деп қайта қосылды. Көп ұзамай ұрып-соғуын қайта бастады. Бәрі сол жоқшылықтан, ақша жетіспеушіліктен. Әбден соққыға жығылып, таяқ жеп жүріп аман-есен қыз баланы дүниеге келді. Енді қызына алданып, арамыз жақсы болады деген жай арман болып қалды. Кішкентай қызы өсіп келе жатса да, Інжуді ұруын тоқтатпады. Тіпті пышақты тақап, өлтіре салайын ба, дейді. Мұнысына да көз жұма қараған Інжу әлі де үмітін үзбеді. Түзелер деген үмітте болды, және соған сенді. Қызы 6 айға жеткенде Інжу қызын алып төркіндетіп, ата-әжесіне шөбересін көрсетіп келуге кетті. Мұнысынан бейхабар әпке жездесі Інжудің хабарын білмек болып, Інжудің тұрып жатқан пәтеріне келді. Бауыржанның опасыздығының үстінен түседі. Бауыржан Інжудің жоқтығын пайдаланып, үйіне бөгде бір қызды алып келіпті. Әпке жездесі Інжуді барлық болған жайдан хабардар етті. Жоқшылыққа шыдап келген Інжу Бауыржанның көзіне шөп салғанын кешіре алмады. Енді бірге бола алмайтынын түсініп, қалаға келіп ажырасуға арыз тастайды. Үйіне қайтып оралмаған Інжуге Бауыржан күн бермеді. Күнде торуылдап аңдып жүретін болды. Әбден ұрып соққанына көніп келген Інжуден мұндай шығады деп ойламаса керек.
Інжуді саябақтың ішінде ұрып-соғып, аяғының бәрін көгала қылып тепкілеп кетті. Мұнымен тоқтаған Інжу жоқ, істі соңына дейін апарды. Сосын заңды түрде Бауыржанмен ажырасты. Қызын ойлаған Інжу барлық батылдықты жинап, бұл қиындықты да жеңіп шығамын деп өз-өзіне сөз берді. Басында қиналмады емес, қиналды. Жұмысқа орналасты. Қызына анасы қарайласты. Солай тұрмысы жақсара бастады. Тек ішін қынжылтатыны сонша уақыт Бауыржанның таяғын жей бергені. Жұмысқа орналасып, анасы қызына қарайласты. Бауыржанның ауыр соққысын жесе де бәрін жеңеміз деп келген үмітінің ақталмағаны. Содан бері 7 жыл өтті. Қазір шүкір, қызымен тұрып жатыр. Біреу көрсе бұрын басына осындай жағдай өтті деп ешкім ойламайды. Әуелі Алла, сосын жақындарының арқасында бәрін жеңіп шықты. Бұл оқиғаны баяндаған себебім, ойланбастан асығыс шешім қабылдамаса екен, менің қателігім біреуге сабақ болса екен дейді. Әр нәрсе өз уақытымен. Қазір бәрі жақсы, шүкір. Өкінетіні қызы әкесіз жетім өсіп жатқаны, өзінің ажырасқан әйел атанғаны. Бұл Бауыржаннан не хабар деп сұрасаңыздар, Бауыржан қызы 2 жасқа толғанда көруге келген екен. Одан кейін мүлдем хабар жоқ дейді.